Достар, сәлем. Егер сіздерде ішілмей тұрған айран болса, немесе аяқ асты қонақ келіп, тез дайын болатын бауырсақ рецептін іздеп жатсаңыздар, онда бұл видео дәл сіздер үшін, себебі бұл бауырсақтар өте тез дайындалады. Ең алдымен бөлме температурасындағы айранды ыдысқа құйып, оған тұз, қант және жұмыртқа жарып, бір келкі болғанша жақсылап араластыру керек. Енді алдын ала еленген 1-2 қасық ұн қосып, тағы бір араластырып аламыз. Ал қазір осы сұйық қамырға 1 шай қасық қатты толтырмай, яғни без горки ас содасын қосып, жақсылап араластыру керек. Араластыру барысында сода мен айран бірігіп реакция береді, яғни қамыр көпіршіктенуі абзал. Мінеки енді ұнды аз-аздан қосып, жұмсақ қамыр елейміз. Қамыр кішкене қолға жабысады, ештеңе етпейді, одан қорықпаңыздар. Достар, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Қамыр дайын болғаннан кейін оның бетін жауып 15 минутқа қоямыз. Бізде 15 минут өтті, енді стөлге кішкене ғана ұн шашып, көп ұн қолданбаңыздар, әйтпесе пісірген кезде артық ұн күйіп, бауырсақтан ащы дәм шығады. Видеода көрсетілгендей қалыңдығын орташа етіп қамырды жаямыз. Ал қазір 4 бұрыш етіп кесіп шығамыз. Майды алдын ала қыздыруға қойып, бауырсақтарды бірден пісіріп бастасақ болады. Мінеки достар, бауырсақтар осылай керемет көтеріліп, әдемі болып піседі. Өте дәмді, тез, оңай рецепт үшін лайктарыңызды аямаңыздар. Видеоны қарағандарыңыз үшін сіздерге үлкен рахмет. Келесі кездескенше аман сау болайық.